Бізді естіп тұрған болсаңыздар, чатқа жазсаңыздар. Естіліп тұрма, плюс таңбасын қойсаңыздар. Рахмет, Үсен Давыдов дейді. Дәулет мырзаны естіп тұрғандарда чатқа жазсам. Қайырлы күн, саламатсыздар ма әріптестер? Біз қазір қатысушылар маған жекеге жазып жатыр, тіркеліп жатырмыз. Бір 2-3 минут күтсек, қарсы болмасаңыздар. Сөйтіп, вебинарымызды бастаймыз. Айжамал кірді, Айзада, Маржан, Рысбаева Ұлдамет, Үсен Давыдов дейді. Так. Ұлдамет сізге де естіліп тұрған екен, көріп тұрмыз. Қайырлы күн дейді. Дәулет. Әріптестер, осы бүгінгі таныстырылым, міне енді көбейіп жатыр. Медет мырза кіріп атқан екен. Әріптестер, таныстырылым вебинар соңында осы таныстырылымды көшіріп алсаңыздар болады. Және бүгінгі вебинардың видео нұсқасы кейін YouTube-қа жүктелінеді. Қысқа уақыттың ішінде және ары қарай оны қайталап көрулеріңізге болады. Себебі бізде бүгінгі видеода тек теориялық мәліметтер ғана беріп қоймай, ол жерде практикалық іс тәжірибе жүзінде кәдімгі қадам бойынша біз көрсетеміз. Соларды кейін ұмытып қалған жағдайда осы қадамдарды қайталап көруге болады. Бұл сіздерге тиімді болады деп ойлаймын. Әсіресе Zoom бағдарламасымен енді бірінші танысып жатқан, бірінші қолданып жатқан әріптестерге тиімді болады деген ойдамын. Әріптестер уже қосылып жатыр. Дәулет мырза, қалай ойлайсыз, бастай берсек, 1 минуттан кейін бастасақ. Уақытылы қосылған әріптестердің рахмет. Қазір мені көріп отырмыз. Айжамал, Алдангарова дейді, Гаухар дейді, Айзада, Маржан, Медет мырзан, Постанова дейді, Ұлдамет және Үсен Давыдов қосылып отқан екен. Әріптестер, 1 минуттан кейін Дәулет мырза бастайды. Ары қарай бізде қосылып отырыңыздар. Осы чатқа сұрақтарыңыз болса, ойларыңыз болса, бөлісіп отырсаңыздар. Қайырлы күн, әріптестер, саламатсыздар ма тағы да? Менің даусым жақсы естіліп жатыр деген сенімдемін. Мен барынша дауыстап сөйлеуге тырысамын. Бұл вебинардың тақырыбы Zoom бағдарламасында артықшылықтары және онымен қалай қашықтан оқытуға болады деген мәселе. Шыны керек, бұл бағдарламамен танысқанымызға бізде жеке өзім бір 2-3 күннің көлемі болды. Себебі бірнеше тыңдаушылар осы бағдарламада қалай жұмыс жасаймыз, қалай тіркелеміз, қалай оқушылар тіркейміз деген көптеген сұрақтар туындады. Осы сұрақтарға жауап беру мақсатында біз өз бетімізше іздедік. Қандай бағдарлама? Бұдан да бөлек бағдарламаларды көрдік. Осы Zoom бағдарламасының бір мүмкіндіктері бізге ұнады. Сондықтан біз Ділмұрат екеуміз, осы педагогикалық шеберлік орталығының IT маманы, осы жігітпен ақылдасып, екеуміз осы вебинарды өткізіп жөн көрдік. Енді бұл вебинарды өтуде қандай форманы қолданамыз деген бір көп ойландық. Сосын мынандай қорытындыға келдік. Біз осы вебинар арқылы нақты практикалық түрде жұмыс жасап көрейік. Бір адамды тіркейік, оны конференцияны ашайық, оған адамдар шақырайық, онымен сол Zoom-ның бағдарламасының ішінде қалай жұмыс жасауға болады деген мәселені практически көрсек деген мақсат болды. Сондықтан біздің вебинарымызда көбірек осындай бір тәжірибелік тапсырмалар жасаймыз. Енді сіздер білесіздер, ендігі аптадан бастап бізде 4-ші тоқсан басталады. 4-ші тоқсан
ең қысқа 90 болғанмен бұрын соңды біз онлайн режимінде біз жұмыс жасап көрмегенбіз массовый. Осы онлайн сабақтар қалай болмасын өтуді біз алдағы уақытта жоспарлаймыз. Сондықтан бұл бағдарлама мұғалімдер үшін, ата-аналар үшін, оқушылар үшін керек деген ойдамыз. Енді елімізде болып жатқан төтенше жағдайдан барлықтарыңыз хабарларыңыз бар. Бұл әрбір істе жақсы жағы мен жаман жағы қатар жүреді. Бұл болып жатқан әрекеттің жақсы жағы біз осы өзіміздің актық құзыреттіліктерімізді дамытып жатырмыз деп айтсақ болады. Себебі осы бағдарламаны зерттеп отырып ертең сіздер практикалық жұмыс жасайсыздар. Сондықтан бұл жағдайдың, дәл қазір жағдайдың біз үшін актімен жұмыс жасаудың артықшылықтарында осындай бір артықшылықтары бар, актті дағдыларымыз дамиды деген ойлаймыз. Ал енді жұмысымызды бастаймыз, әріптестер. Мынадай маған кешелі сұрақтар келіп жатыр. Zoom бағдарламасымен қалай жұмыс жасау керек екенін білгілеріңіз келсе, осы вебинармен тіркелсеңіздер болады деген алдын ала мен хабарлама жібергем. Мынандай сұрақтар келіп жатыр. Zoom бағдарламасымен жұмыс жасауда мегабайтты көп алады екен ғой. Zoom бағдарламасымен компьютерде жұмыс жасау керек екен ғой. Zoom-ға оқушыларды тіркеу қиын болып жатыр деген секілді сұрақтар туындап жатыр. Біз қанша мегабайт кетеді, интернеттің мүмкіндігі қандай деген сұрақтарға жауап бере алмаймыз. Біз тек қана тұрсыңыздар Zoom бағдарламасында қалай жұмыс жасауға болады, тек соны ғана көрсетеміз. Ал енді ары қарап сіздің интернетіңіз аз болуы мүмкін, ноутбугыңыз жоқ болуы мүмкін, енді біз оны жауап бере алмаймыз ол сұрақтарыңызға. Сондықтан дұрысыңыздар. Сіздер Zoom-да қалай жұмыс жасаймыз, қалай тіркелеміз, сол мәселені білсеңіздер болды. Ал біз жұмысымызды бастаймыз, әріптестер. Сұрақтарыңыз болса, бізде мына жерде чат бар, көріп тұрсыздар, осы чатқа сұрақтарыңызды барысында қоя бересіздер. Тағы қайталап айтамын, біз көбірек практикаға жұмыс жасаймыз. Ал Ділмұрат, екінші слайдқа. Вебинарда не күтеміз? Мен бірнеше күтілетін нәтижені жазып қойдым. Сіздер алдын ала біліп отқандарыңыз дұрыс. Мәселен, Zoom платформасы туралы қысқа ақпарат береміз біз қазір. Zoom платформасына тіркелудің алгоритмін танысасыздар. Біз нақты бір практикалық түрде сіздердің көз алдарыңызға бір әріптесіңізді тіркейміз. Соны алгоритмін танысасыздар. Мұғалім осы платформада конференцияны құруды және сол конференцияға оқушыларды тіркеуді практикалық түрде көреміз. Енді конференция деп жатқанымыз, бұл платформада біз конференция деп айтамыз, бұл негізінде сіздің сабағыңыз. Бір сабақта бастау үшін сіз конференция жасайсыз, сол конференцияға бірнеше оқушыларды тіркейсіз. Соны практикалық түрде көресіз. Конференция жүргізу арқылы тапсырманы беру, таныстырымдарды жасау, сол бейне таспаның видеосын сақтау жолдарымен танысасыздар. Яғни сіз платформа конференцияда өзіңіздің дайындап қойған таныстырылымдарыңыз болуы мүмкін, Word документтеріңіз болуы мүмкін, суреттеріңіз болуы мүмкін, соларды қалай ұсынуға болады, сол мәселе жөнінде қазір жұмыс жасаймыз. Ал келесі слайд. Ділмұрат, маған келесі слайд ауыстырып жіберші. Енді қашықтан оқытуға арналған бағдарламалардың бірнеше түрлері бар, сіздер оны білесіздер. Соның ішінде біз қазір сіздермен жұмыс жасап отқан бағдарлама бұл вебинар. Сіздермен біз вебинар жүргізіп жатырмыз. Ал енді вебинар өткізу барлық мұғалімдерге бұл қолжетімді емес, бұл арнайы бір организацияларға ғана мүмкіндік беріледі. Сондықтан бізге барлығына бірдей ортақ осы Zoom деген платформамен жұмыс жасауды қазір қарастырамыз. Келесі слайдқа. Эрик Юан деген американдық кәсіпкер, миллиардер, Zoom Video Communication компаниясының негізін салушы, осының бас директоры осы жігіт. Қысқа сіздерге ақпарат беріп отырмын. Бұның негізін салушы кім. Енді осы тарихтік жоспарлау туралы мен қысқа айтамын, әріптесім Ділмұрат жалғастырады. Бұл Zoom платформасының бірнеше тарихтық жоспарлары бар. Соның ішінде базовый бар, кәсіби деңгейде бизнестерге және предприятие дейді. Осы салалардың қандай артықшылықтары бар, сол туралы Ділмұрат сіздерге қысқа айтады. Саламатсыздар ма тағы да әріптестер? Вебинарымызға қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі вебинар сіздерге өте пайдалы болады деп сондай бір сенімдеміз. Дәулет мырза айтып кетті жаңа ғана.
тарифтік жоспарлар мен бағасы дедік. Бұны біз сіздерге көрсетуіміздің себебі Zoom-ның мүмкіншіліктері өте көп, бірақ оның ішінде біз ең бір ғана жаңа тарифтік жоспарға тоқталамыз, ол базовый деп айтылады. Бесплатный деп өздеріңіз де көріп тұрған шығарсыздар. Біздің қолымызда қазір осы тегін жұмыс жасауға арналған базовый жаңа тарифтік жоспардағы Zoom-ды көрсетеміз. Әрине сіздер профессионалныйға ауысуыңызға болады, бизнеске ауысуға болады, предприятияңыз болып, яғни қандай да бір өзіңізге тиісті, егер сіз мектеп директоры болатын болсаңыз, мектебіңізге алып берсеңіз болады. Ол жерде бір айдағы, мысалы профессиональный почти $15,000 месяц дейді. $15 месяц деп тұр. Бизнес $20, $19.99 месяц деп қойған. Ну и предприятие. Артықшылықтары ол мынандайда. Мысалы, бесплатный бізде бір конференцияға 100 адам қатыса алады. Оны былай елестетуге болады, сіз мұғалім болатын болсаңыз, сіздің сабағыңызға 100 оқушы қатыса алады. Бірақ енді бізде мектепте бір сыныпта 100 оқушы болмайды. Ары кеткен бір ең көп бір оқушысы көп дегеніңіз бір 30-35-ке бару мүмкін енді. Одан кейін сіз сол мейлі 100 адам болсын, мейлі ол 20 адам болсын, солармен бірге сіздер максимум 40 минут сабақ өте аласыздар. Сабағыңыз, конференцияң 40 минутқа созылады. Демек, базовый ерекшелігі бұл жерде 40 минут максимум бізде жұмыс жасай аламыз, иә? Иә. Көптеген платформаларда бұндай 40 минутқа бермейді, 10 минутқа немесе одан да аз көлемде уақытқа беріледі. Сондықтан бұның бір ерекшелігі 40 минут бізге мүмкіндік береді екен, және 100 адам осы тіркелген болса, бізге әбден қолжетімді. Мысалы, дұрыс айтасыз, көп басқа платформаларды қазір еске түсірдіңіз. Мысалы, салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Skype-қа сіз 10 адамнан артық видео қосамайсыз. Бірақ ода 40 минут деген не жоқ. То есть сіз бір сағат өтсеңіз де, сіз оқушыларды көре алмайсыз деген сөз. Немесе 30 оқушы болатын болса, 10-мен бір өтесіз, 10-мен бір өтесіз, 10 оқушымен бір өтесіз. Себебі 11-12 болып кететін жағдайда уже Skype видеоконференцияда видеоны көрсетпей қойып, тек дыбысын ғана естіп отырасыз. Бірақ олардан 40 минут деген ограничение жоқ. Бұл жерде 40 минут деген ограничение қойған, зато сіз 20 оқушы болсын, 40 оқушы болсын, 50 оқушы болсын, сіз оларды көріп тұра аласыз. Әрине интернеттің жылдамдығы оған төтеп бере алатындай жағдайда болу керек. Енді профессиональный мен бесплатныйдың тағы бір ерекшелігі неограниченное количество конференций деп қойған. Ол жерде, яғни сіз мысалы бір конференция бір сабақты өткізесіз, жарты сағат тоқтатасыз, екінші сабақты өткізесіз, сосын 3-4, яғни бір сутканың ішінде сізде бір 3 конференция, 5 конференция деген нәрсе жоқ. Сіз қалағанша конференция өткізе бересіз. Бірақ 40 минуттан аспау керек. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Техподдержка деп айтады. Клиенттердің техподдержкасы через интернет болады. Профессиональный бизнес дегендердің артықшылығы, профессиональныйда, мысалы, профессиональныйда сіз шағын групптарға, шағын топтарға арналған. Ол жерде де сіз 100 оқушыдан артық қатыса алмайды, 100 жаңа участниктен артық. Бірақ ол жерде 40 минут деген шектеу жоқ. Бизнес деген бар, ол жерде де 40 минут деген шектеу жоқ, но ол жерде участниктер саны, яғни оқушылар саны 300-ге шейін бара алады. Ал енді предприятие деген бар, ол жерде уақытқа да шектеу жоқ, қатысып жатқан оқушыларға да ешқандай шектеу жоқ. Жақсы, рахмет. Енді бұл тарифтік жоспармен тыңдаушылар өздері керек болса танысып алар. Негізгі бізге керек осы базовый, яғни тегін формасын көрсетеміз қазір. Тарифтік жоспарға қатысты бір нәрсе тағы айтып кетейін. Тарифтік жоспар ол бір қатып қалған бір заңдылық емес, ол ауысуы мүмкін. Мына экран таныстырылымның оң жақ астында Zoom.as pricing деген сілтеме тұр. Осы сілтемеден біз кешкі соңғы тарифті көрдік. Бұл тариф өзгеру мүмкін, арзандау мүмкін, қымбаттау мүмкін. Бұл қатып қалған бір заңдылық емес. Бір жылдан кейінгі тарифтік жоспарды айтамыз. Ары қарай енді практикаға көшейік. Ең бірінші Zoom-ға сіздер zoom.as деген сайт бар. Осы сайтқа кіріп тіркелулеріңіз керек.
тіркелу сайтқа кірген кезде мен міне сайттың алғашқы бетін сізге ашып отырмын. Зарегистрируйтесь бесплатно деген бар. Ол бірінші қадам сіздерде. Зарегистрируйтесь бесплатноны басқаннан кейін мына жерде электронный почтаңызды жазыңыз дейді. Осы электронный почтаны тересіз, регистрация дегенді басасыз. Сол кезде сізге мынандай хат келеді. Сіздің терген электронный почтаңызға міне мы отправили электронное письмо по адресу деп сіздің электронный поштаңызды көреді. Яғни сіздің жазған поштаңызға хабарлама кетеді. Үшінші қадам, поштаңызға келген хатты ашасыз. Ашқан кезде мынандай хабарлама келіп тұрады. Активировать учетную запись дегенді басасыздар. Бұл үшінші қадам. Активировать учетную запись дегенді басқан кезде келесі слайдқа өтеді. Келесі слайдта төртінші қадам ол тіркеліп жатқан жаңа мұғалімнің немесе оқушының аты жөні және паролін енгіздейді. Бұл жерде сіз өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз, парольді жазасыз. Пароль минимум 8 символдан тұру керек. Әріп болсын, сан болсын. Минимум бір әріп немесе бір сан болу керек. Яғни тек 8 сан болмайды, 8 әріп те болмайды. Аралас болу керек. Минимальный бір әріп немесе бір сан болу керек. Минимальный әріптердің ішінде біреуі үлкен әріп болу керек. Яғни барлығы кішкентай әріп болмайды. Біреуі үлкен әріп болу керек. Міне осындай өзінің шектеулері бар. Ары қарай 5-ші қадам ол осы барлығын енгізіп болғаннан кейін уже достарыңызды шақырыңыздар дейді. Бұл аса бір қатты қажетті қадам емес. Бұл жерді пайдалансаңыз да болады, немесе пропустить этот шаг дегенді басу арқылы өтіп кетсеңіз де болады. Енді әріптестер, іс тәжірибеге көшейік. Іс тәжірибеге көшуден алдын мен Дәулет мырзаға оның өзінің видеосын өшіруді сұранамын. Себебі қазір бізге видеокамера қажет болады. Бірақ микрофонды өшірмеңіз. Так, демонстрация экрана. Показать. Әріптестер, сіздерде қазір идет показ экрана остановить деген шығу керек, жасыл фонда. Шықты ма сіздерде? Өтініс чатқа жазсаңыздар, чатқа плюс таңбасын қойсаңыздар жеткілікті. Дәулет мырза, сізде шықты ма? Әріптестер, көріп отырмын. Міне Ұлдамет, Байғали, сіздер Қаракөз, белгі бер жастар, Медет мырза. Енді қазір сіздерде Zoom нүкте ас деген сайт мен көріп тұрған шығарсыздар. Осы сайтқа қалай тіркелу керек екенін іс тәжірибе жүзінде көрсетіп, зарегистрируйтесь бесплатно дегенді басқан кезде мен жаңа айттым, мынандай бір форма ашылады. Бесплатная регистрация, ваш рабочий адрес электронной почты. Сіз бұл жерге енгізіп жатқан электронный почтаның паролін міндетті түрде білуіңіз керек. Себебі сіз ол почтаны ашуыңыз керек. Қазір мен мысал ретінде бір почта аштым. Осы почтаны осы жерге енгіземін. Және регистрация дегенді басам. Так, скульптура дегендерді таңда дейді. Бұл енді мен роботпын ба, робот емеспін ба, соны тексеріп жатыр ғой. Енді бүкіл әлем осы Zoom-ға көшіп жатқандықтан қазір шамал қату мүмкін, басқа қылу мүмкін. Сол себептен кішігірім осындай тоқтаулар болады. Оған дұрыс көзбен қараңыздар. Үйдегі интернеттің жылдамдығы барлығы әсер етеді. Міне, мы отправили электронное письмо по адресу Данияр.Оспанов 1983 Бакару. Жаңа екінші қадамды келдік. Енді мен почтаны ашамын. Почтаны ашқан кезде міне Zoom дегеннен менде жаңа хабарлама келіп тұр. Қазір Дәулет мырза, сізге көрініп тұр ма, мысалы осы не? Әріптестер сіздерге көрініп тұр ма? Бірінші бұл демек Zoom-нан өзімізге не ашып алуымыз керек қой, логин пароль ашып алуымыз керек. Сіз, логин пароль. Қазір мен тіркеліп жатырмын. Маған хабарлама келді. Мен осы хабарламаны поштамнан ашып көре алуым керек. Бұл регистрация бір адам бір рет жүргізеді,
Мысалы сіз мұғалім болсаңыз, өзіңізге біреуін ашасыз. Оқушылар өздері жеке-жеке тіркелу керек. Бұл қадамдарды бір рет жасасаң жеткілікті. Демек өзіңізге үнемі жұмыс жасау үшін логин пароль ашуымыз керек. Жақсы, рахмет. Сообщение. Енді келесі қадам активировать учетную запись дегенді басамыз. Егер бұны басқан кезде сізде ештеңе болмай жатса, онда міне жазып қойып, если кнопка выше не работает, скопируйте ваш браузер следующий адрес дейді. Мынаны полный көшіріп аласыздар. Сөйтіп браузерге қойыңыздар дейді. Біз пока активировать учетную запись дегенді баса берем. Себебі осы уақытқа шейін мен 5-6 адамды тіркеп үлгердім. 5-6 адамның барлығында былайша айтқанда істеп тұр. Тек интернеттің жылдамдығы сай келсе. Оқушылар саны көп болуына байланысты, қазір енді біз Дәулет екеуміз іс тәжірибе жүзінде көреміз. Оқушылардың саны көп болуына байланысты интернеттің жылдамдығын жақсы болған абзал. Үйлеріңізде, мына әсіресе этаж үйде тұратындар, желательно сіздерге ұсыныс. Енді мен бір реклама жасап жатқан жоқпын. Бір Қазақ Телекомның ба оптический канал деген болады. Сол оптический каналмен тіркегендеріңіз дұрыс болады. Әріптестер, сіздерде добро пожаловать в Zoom деген шықты ма? Имя, фамилия, пароль, подтверждите. Мен қазір нені бір ашып көрейін. Сіздер плюс таңбасын қойып жатсыздар ма? Дәулет мырза, қарап тұрсаңыздар. Қойылып жатыр, Міне, енді мен жаңа вымышленный бір не дейміз ғой, жаңа ойдан шығарылған бір тыңдаушыны тіркеп жатырмын. Оның есімі Данияр Оспанов. Пароль деген жерде, міне, әріптестер, міне, пароль должен деп өзі көрсетіліп тұр. Міне, состоит как минимум из 8 символов, как минимум бір буква, яғни бір әріп, бір сан болу керек, включить строчные прописные заглавные буквы деп жазылып тұр. Пароль мынандай нәрсе болмау керек дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY деген сияқты, ABCD, EFG деген сияқты, ондай оңай бір парольді таңдауға болмайды дейді. Енді парольді мен сіздерге айтпаймын. Парольді 2 рет тересіздер. Егер мен қате теретін болсам, міне, подтвержденный пароль не совпадает дейді. Егер мен мына жерден де істейтін болсам, онда қазір қабылдамауым, жоқ, қазір қабылдайды. Дайте, егер пароль мына біреуінің қайсысына сай келмесе, сол төртеуінің біреуі қызыл болып жанып тұрады. Мысалы, сіз үлкен әріпті жазуды ұмытып кетсеңіз, мына төртіншісі қызыл болып тұрады. Сан беруді ұмытсаңыз, екіншісі қызыл болып тұрады. Продолжить дегенді басайын. Демек, бұл жерде регистрация жасауда паролімізді мына критерийлерге сәйкес құруымыз керек, Жақсы. Дұрыс айтасыз. Осы яғни сабақ беріп атқан кезде де оқушыларға қалай критерий бересіз? Осы Zoom-ның сайты да бізге пароль қойған кезде белгілі бір критерийлер бар, сол критерийлердің сол шеңберден сыртқа шықпасын дейді. Әріптестер, мына 4-ші қадам, яғни аса маңызды емес деп айттым, бірақ дегенмен сіздерге көрініп тұр. Мен пропустить этот шаг дегенді басамын. Әріптестер, біз қазір тіркеліндік. Жаңа Дәулет мырза айтып кеткенде бір рет тіркесеңіздер жеткілікті. Бірақ өтініш осы логин парольді бір жерге тіркеген логин парольдарыңызды бір жерге жазып қойсаңыздар. Блокнотқа ма, телефонға ма, запискаға жазып қойсаңыздар дұрыс болады. Так, олай болатын болса, мен енді әріптестер, мен мына слайдты қазір тоқтата тұрайын. Әріптестер, қазір сіздерге мына не көрініп тұр ма? Таныстырылым. Ділмұрат көрініп тұр.
бір идентификаторды бірнеше рет қолдануға болады ма дейді. Искендер, сіз идентификатор деп айту арқылы Zoom-ның ішіндегі идентификаторды айтып жатсыз ғой, Так, қазір мен Искендердің сұрағына жауап берейін, одан кейін Постанова дейді, сіз сол кісінің сұрағына жауап берем. Бір идентификаторды сіз қалағанша пайдалана бересіз, бірақ бір уақытта бір конференция ғана болады сізде. Бір уақытта бір конференция ғана болады. Сіз бір конференция өткізіп жатқан кезде сол идентификаторды оқушыларға бөлісесіз, оқушылар сол сіздің идентификаторыңыз арқылы сабағыңызға қатысады. Одан кейін ата-аналар жиналысы өткіземін дейсіз дағы, сол идентификаторды ата-аналарға жібересіз, ата-аналар өздерінің жаңа несімен сіздің идентификаторыңыз арқылы ата-аналар жиналысы. Оны қазір практикада көрсетеміз. Дұрыс айтасыз. Енді сұрақты қойғаннан кейін мен жауап берейін. Өзінде сақталмай ма дейді Постанова, әр кіргенде жазып отырамыз ба дейді. Сіз мына жиі пайдаланатын парольді қолданғаныңыз жөн, бірақ жаңағы шарттың ішінде болу керек. Символ, сан, әріп, үлкен әріп дегендей. Бірақ егер сіздікін жиі пайдаланып жүргеніңіз өте оңай болатын болса, Zoom қабылдамау мүмкін, және басқа бір парольді енгізуге талап ету мүмкін. Қазір практикалық тұрғыдан мен сізге көрсетсем, практикада парольді сақтап қоятын жер бар. Сол жерде галочка қоятын болсаңыз, пароліңіз үнемі сақталып тұрады, пока өзіңіз шығып кетпейді. Үнемі пайдаланып отқан жеке өзіңіздің компьютеріңіз болса, оны пароль сақтап қойсаңыз, қайта-қайта теру шарт емес. Енді Zoom-ды біз сайтқа кіру арқылы zoom.as деген, мына жерде тұр, мына zoom.as деген сайтқа кіру арқылы тіркелеміз. Ал енді Zoom-ды біз компьютерға көшіріп алуымыз керек қой. Ол үшін міне zoom.as/download деген сайт, осы сілтемені басып, әріптестер, вебинар соңында осы таныстырылымды көшіріп алсаңыздар болады. Осы сілтемені басу арқылы мына бір сайтқа кіресіздер. Осы сайтта клиент Zoom для конференции деген болады. Осыны загрузить дегенді басасыздар, скачать етесіздер, және установка жасайсыздар. Установканы жаңа бір рет жасап қойсаңыздар жеткілікті. Установканы жасап болғаннан кейін, қазір мен енді экранмен бөлісейін, әріптестер, тағыдан. Әріптестер, менің рабочий столым көрініп тұр ма? Экранда сіздерде Zoom деген бір парақша ашық тұру керек. Фон көк. Терезе. Дәулет Мырза чатқа жазып жатыр ма, әріптестер? Көріп тұрмыз деп айтып жатыр ма? Жазып. Олай болатын болса, ары қарай жалғастырайық. Енді біз мына қадамдардан өттік. Біз тіркелдік, біз Zoom-ды алып установка жасадық. Мына Zoom-ды мен мына компьютерға бір сағат бұрын установка жасадым. Установкасы аса қиын емес, дәле деп бассаңыз, өзі установка болып кетеді. Установкадан біткеннен кейін қосқан кезде мынандай бір терезе ашылады. Міне осы терезе ашылғаннан кейін войти в дегенді басамыз. Мен енді жаңағы вымышленный бір адам деп айттым ғой. Омен кірмейін. Өзімнің учетный записім бар. Өзімді тіркелгем. Тіркелгеніме бір 2-3 күн ғана болды. Жаңа Дәулет Мырза айтқандай, өзімнің мына электронный почта, міне укажите ваш адрес электронной почты дейді. Ол жерге почтамызды жазамыз. Пароль деген жерге парольді тереміз. Енді жаңағы Постанованың сұрағына жауап. Біз әр кірген кезде сақтап отырамыз ба, жазып отырамыз ба? Не выполнять вход деген жерге галочка қоятын болсаңыз, выход, то есть кешіресіздер, яғни шығып кетпейді деген сөз. Бұл деген сөз, келесі кірген кезде сіз парольді термей, бірден кіріп кетесіз деген сөз. Міне, қосылған кезде осылай тұру керек. Енді Дәулет Мырза, сіз
былай жасасақ, сіз өзіңізден тіркелген Zoom-ға кірсеңіз. Кірдім. Енді мына Zoom-ды түсіндіру үшін мен шамал интерфейсті түсіндіріп жіберейін. Бұл жерде бізде жоғары жақта меню бар, главная, чат, одан кейін конференции бар и контакты деген бар. Бұл жерде сіздің жиі пайдаланатыныңыз главный деген бөлімде. Осы жерде біз мына екі нәрсені жиі пайдаланамыз. Мына сары түспен болған новая конференция деген, ол біз егер ұйымдастырушы болсақ, яғни біз мұғалім ретінде кіретін болсақ, біз сабақты біз өткізетін болсақ, біз осы сары түспен болған новая конференцияға пайдаланамыз. Ал енді сіз егер оқушы ретінде кіретін болсаңыз, онда войти дегенге пайдаланыңыз. Қазір енді іс тәжірибе жүзінде мен мұғалімнің ролімен кіремін. Яғни Zoom-да бұны организатор деп айтады. Мен осы түске кірем, ал Дәулет мырза, сізге мен өзімнің идентификаторымды жіберем, сіз мына жерде войти дегенді басып, укажите идентификатор деген жерге мен қазір өзім идентификаторымды жазып жіберем, осы жерге жазып войти деп кіресіз. Мына екі жерге галочканы қоймайсыз. Не подключать звук, выключить мое видео, яғни дыбысты өшір, видеоны өшір дегенге галочка қоймайсыз. Егер галочка қойсаңыз, біз сізді естімейміз, көре алмаймыз. Демек, организатор дегеніміз мұғалім новая конференцияны басады, ал оқушы войти дегенді басады. Енді ол войти дегенді басқаннан кейін оған сіз арнайы бір код бересіз. Ол кодты біз идентификатор коды деп айтамыз. Сол кодты теріп, тіркеледі, сіздің конференцияңызға тіркеледі. Егер ата-аналар жиналысын өтсе де, сол осы войти арқылы кіре береді. Демек, сіз алдын ала WhatsApp-пен немесе басқа да бір жерлермен оларға сіз өзіңіздің идентификациялық нөміріңізді ұсынасыз. Түсінікті. Ал енді сіз конференцияны бассаңыз мен кірейін. Так, бірақ конференцияны басудың алдын біз мына бір нәрсені істеуіміз керек. Оң жақ үстінде настройка деген бар. Дәулет мырза, сіз де көріп тұрған шығарсыз. Настройка дегенде біз екі нәрсені тексеруіміз керек. Видео. Қазір видео көрінбей тұру мүмкін. Себебі менің видео камерам мына неде пайдаланып жатыр. Вебинарда мен өшіріп кірсем, мына жерде менікі көрініп тұр. Қазір Дәулет мырза, видео естілмеуі мүмкін, өйткені ол менің наушнигіме келіп тұр, ол мен сөйлеген сияқты болып жатқан жоқ. Динамик деген жерде жаңа проверитті басқан кезде сіздің колонкаңыздан или наушнигіңізден музыка шыға бастайды. Егер музыка шықпаса, онда мына жерден динамикті таңдауыңыз мүмкін. Сізде әрі наушник, әрі колонка болуы мүмкін. Ондай жағдайда сіз либо наушник, либо колонканы таңдайсыз. Одан кейін микрофон деген болады, проверитті басасыздар, запись деген тұрады. Сіз сөйлеп жатқан кезде мына входной уровень деген жерде міне көрдіңіз бе, жүгіріп тұр. Міне мен сөйлеп жатқан кезде мына жерде осындай шығып тұрады. Автоматическая регулировка. Яғни бұл бар деген сөз, яғни істеп тұр деген сөз. Болды. Осы екі нәрсені тексерсеңіздер жеткілікті. Болды, жауып қоясыздар. Бұл егер сізде дыбыс және жалпы видео көрінбей тұрған жағдайда осы настройкаларға кіріп сіздер көріп бере аласыздар. Енді ары қарай тағы да бір нәрсені ескертіп кетейін. Мына новая конференцияның оң жағында кішкентай бір стрелка бар төмен жаққа. Осыны басқан кезде использовать мой идентификатор персональной конференции деген жерде галочка әдетте тұрмайды. Осыған галочка қоюымыз керек. Бұл не үшін жасадым мен? Не үшін галочка қояды? Галочка қоймасақ не болады? Егер галочканы қоятын болсақ, менің персональный идентификационный номеріммен әріптестер менің конференцияма қатыса алады. Қазір Дәулет мырзаға мен өзімнің персональный идентификационный номерімді беремін, осы арқылы қатысады. Егер оны галочка қоймасақ, онда мен ата-аналарға, оқушыларға әрқашанда сілтеме жіберіп отыруым керек болады.
Бұл өте қолайсыз. Енді менің идентификационный номерім қандай? Оны қай жақтан көре аламын мен? Осы конференцияны басқан кезде, міне начать видео, использовать мой идентификатор персональный и идентификационный номер тұрады міне. 518 481 19 60. Дәулет мырза, мен естіп тұрған болсаңыз жазып аласыз ба өзіңізге? Осы нені ма? Иә. Мен чатқа жазсам бола ма? 518 481 1960. Бұл менің идентификационный номерім, бұл өзгеріп отырмайды. Мен кіммен жұмыс жасағым келсе, сол әріптестерге беріп отырамын. Дәулет мырза айтқандай, WhatsApp арқылы, болмаса қандай жаңа SMS сообщение арқылы ма бөлісіп отырсаңыз да болады. Так, новая конференция дегенді басамын. Қазір мен мына жоғар жақта соединение болып жатыр. Енді мен қазір мына вебинарымыз, то есть Zoom қосылсын. Zoom қосылғаннан кейін мен вебинардағы микрофонды өшірем, вебинардағы видеокамераны өшіріп тастадық, себебі мына пайдалану үшін. Қазір соединение болсын. Жаңағы айтқандай, міне. Қазір әріптестер, Дәулет мырза, мына нәрсе көрініп тұр ма? Войти в аудиоконференцию, войти с использованием звука компьютера деген. Көрініп тұр. Осы көк болып тұрған кнопканы басамыз. Вы используете звук дейді. Қазір менде эхо болып кетпеу үшін мен вебинардағы өзімнің микрофон кешіресіздер. Видеоны өшірсек жеткілікті ешқандай эхо болмайды екен. Қазір менің дауысым естіліп, мына видеокамералар қосылып тұрған шығар. Дәулет мырза, сіз войти в деу арқылы осы біздің вебинарым Zoom-дағы неге қатыссаңыз? Так, мен подключиться к конференции дедім, идентификация нөмір сұрады, сенің нөміріңді жаздып, бағанағы 518 деген. Сөйтіп, енді мына жерде сұрап тұрған галочкаларға ешкене баспаймын, е? Жоқ, баспайсыз. Не подключается звук дегенде. Мен войти дедім. Мен қазір сіз ашқан конференцияға мүше болып жатырмын ғой, е? Кіріп жатырмын қазір. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір сіз осы конференцияға енді менен мынандай нәрсе сұрап тұр. Подключиться с видео, подключиться без видео деп тұр. С видео деп кіре беріңіз, чтоб әріптестерде көрінсін. Саламатсыз ба, Дәулет мырза? Конференция ашылды ғой қазір, е? Так, дұрыс, Дәулет мырза, қазір мен сіздің неңізді. Так, сөйлеңізші, Дәулет мырза. Дүлмұрат, сенің даусың жаңғырып шығып жатыр ма? 2-3 жерден шығып жатқан сияқты. Енді қазір қандай? Тағы да сөйлеші. Жоқ, қазір мынандай, вебинарды ашасыз. Вебинарда, аха. Біз енді әріптестер бұл осына ұйымдастыруға байланысты нәрсе, бір микрофонды Дәулетте мен де екі жақта пайдаланып жатырмыз. Zoom-да да, вебинарда да. Ана оң жақ жоғары жағында не тұр? Сіздің өзіңіздің жаңа суретіңіз тұр, сол суретті нені аптыстаңыз, колонканың түсі ма тұрады. Соны басып аптыстаңыз. Енді эхо болып жатыр ма? Бір минут. Так, мен сізді убрать из эфира деп эфирден алып тастаймын. Так, сіз эфирден шықтыңыз. Қазір қандай болып тұр? Сіз онда прекратить вещание дегенді басып шығыңызшы жоғар жақта. Я. Прекратить вещание деген бар ма? Так, енді қалай болып тұр?
Так, Медет мырза, сізде Медет мырза, мен сіздің неңізді өшірдім. Қазір Дәулет сізді біз естіп тұрған. Дәулет сізде қазір так. Дәулет мырза, қазір эхо болып тұр ма? Эхо болып тұр, сізде. Медет мырза да кірді. Так, онда былай істейік. Сіз қазір вебинардан шығуыңызға тура келеді. Вебинардан шығып кетейін ба? Иә. Хорошо. Так, вебинарға сіз жауап тастамаңыз. Вебинарға кейін қайтадан қосыласыз. Дәулет мырза, қазір вебинардан шыққан болсаңыз, эхо шығып тұр ма? Жоқ, нормально естіліп тұр. Нормально естіліп тұр, Мен онда вебинарға өзімде қатысып отырам. Так. Дауыс жаңғырып тұр дейді Медет мырза. Медет мырза, сіз қазір әрі вебинарда отырсыз, әрі зумға қатыстыңыз. Екі жақта отырғандықтан сіз қазір былайша айтқанда құлағыңызға екі наушник тағып алғансыз, біреуінден бір музыка тыңдап отырсыз, екіншісінен басқа музыка тыңдап отырсыздар да, как-то мозг оны қабылдай алмай жатыр. Екі жақтан екі нәрсе келіп тұрғандықтан осындай не болып тұр. Сол себептен сіздер қазір, Медет мырза, сіз де вебинардан шығуыңызға тура келеді. Сіз зумға кіріп пайдалансаңыз болады. Так, бізге чатқа. Дәулет ағайдың дауысы естілмейді дейді. Дұрыс айтасыздар. Дәулет ағай қазір вебинардан шығып кетті. Әріптестер, сіздер ойларыңызды, сұрақтарыңызды болса чатқа жаза беріңіздер. Бізге уведомление кеп тұрады, мен ашып отырам. Менің дауысым естіліп тұр ма қазір сіздерге? Ең бастысы. Жоқ, Дәулет мырза қазір оқушы ретінде пайдаланамыз ғой, ол кісі былайша айтқанда енді. Оқушы ретінде кіргендіктен бұл кісіні біз не қылмаймыз. Ар жақтан так, попросить включить видео дейді. Чатқа. Алейкум ассалам. Так. Бұл интернеттің жылдамдығына байланысты болып тұр. Интернеттің жылдамдығына байланысты сізден келген мәліметтер шамал үзіліп келіп жатыр. Так, мына чаттағы әріптестер, сіздер менің даусымды естіп тұрсыздар ма? Чатқа жазсаңыздар. Вебинардағы чаттағы өте жақсы программа екен дейді. Рахмет. Енді мүмкіншіліктерін қазір әлі біз көрген жоқпыз. Мүмкіншіліктерін біз енді көрсетеміз сіздерге. Қазір біз әшейін былайша айтқанда видеоны қосып отырмыз. Дәулет мырза, сізге рахмет. Оқушы ретінде кіріп отырғаныңызға. Енді сіз мұғалімді әдемі көрініп тұрсыз. Так, әріптестер, мына вебинардағы әріптестер, өтініш, зумдағы әріптестер, вебинардағы әріптестер деп екіге бөлетін болдық енді сіздерді. Вебинардағы әріптестер, кейбіреулеріңізге даусым анық естілмеуі мүмкін, немесе үзіліп келуі мүмкін. Бұған бір ғана себеп, ол интернеттің жылдамдығы аз болуына байланысты. Сол себептен мен енді ол интернеттің, жаңа Дәулет мырза айтып кеткендей, интернеттің жылдамдығын біз көбейтіп бере алмаймыз ешқандай. Оны ары қарай провайдерлармен бұл мәселе жөнінде өздеріңіз жұмыс жасайсыздар деген ойдамыз. Енді әріптестер, қазір экранда мына Медет мырза, Дәулет мырза экранның төмен жағында, сол жағында микрофон мен видеоның несі көрініп тұр. Дұрыс па? Экранның сол жақ астында.
иә, көрініп тұр. Бұл егер сіз конференцияға кірген кезде, немесе сабаққа кірген кезде, оқушы ретінде болсын, мұғалім ретінде болсын, немесе организатор деп айтады, сіз кіргеннен кейін осы жерде видеоны өшіріп қойсаңыз болады. Өзіңіздің видеоңызды, дыбысты өшіріп қойсаңыз болады. Яғни өзіңіздің видеоңызды, дыбысыңызды корректировка жасап отырасыздар. Енді орта жағында, енді сіздер, мен қазір мұғалім болып кіргендіктен, сіздерде пригласить деген бар ма, жоқ па сіздерде? Пригласить деген бар. Пригласить дегенді басу арқылы, пригласить дегенді бассаңыздар, осы жерде идентификатор шығады. Пригласить людей присоединиться к конференции 518-481-1960 деген ол менің идентификаторым. Осы идентификаторды алып басқа әріптестерге бөлісуге болады. Жаңағы айтып кеткенде. Дұрыс айтасыз, Дәулет мырза, сіз қатысушылардың өзі де басқа оқушыларды, ата-анасын, немесе басқа да әріптестерді осы конференцияға қатыстыруға осы идентификатормен бөлісе алады. WhatsApp желісі болсын, басқа желісі болсын. Енді сіздерде сол пригласиттің жанында управлять участниками деп менде шығып тұрады, сіздерде участники деп шығып тұрады. Көрдіңіздер ме? Участники дегенді бассаңыздар, поднять руку деген болады. Поднять руку дегенді бассаңыздар. Жоқ. Поднять руку дегенді сіздер ана не? Жоқ. Міне қазір Дәулет мырза міне поднять руку дегенді басып тұр. Поднять руку дегенді Медет мырза да басып тұр. Бұл мысалы мынандай бір жағдай болуы мүмкін. Мұғалім бір сұрақ қояды, ауызша болсын, немесе бір бейне ролик арқылы болуы мүмкін, жазбаша күйде, или үй тапсырмасын кім орындады деп сұрақ қою мүмкін. Сол кезде қол көтересіздер. Осы орын немесе бір тапсырманы бітті ма, бітпеді ма, кім бітті, қол көтеріңіздер дейсіз. Әдетте сіздерде тренинг бір біздің жаңа курстарда сіздер бүйтіп шапалақша не қыласыздар ғой, дұрыс па? Соның бір варианты. Соның бір мұғалім, организатор, қатысушылар қалаған кезде бір нәрсеге жауап берсе или ертерек болып қойса, қолын көтере алады. Мына жерде жоқ, қазір сіздерде опустить руку деп шығып тұр. Себебі сіз қол көтеріп тұрсыздар ғой. Қол түсіре ме? Мен қол көтерген немесе қол түсірген сізге көрінді. Организатор немесе мұғалім ретінде мен, мысалы, Дәулет мырза қол көтерді, мен оның қолын түсір деп айтқан сияқты қолын түсіре алам. Яғни, немесе барлығы қол көтеріп тұрған болса, мен ішінде бірнеше адамдардың қолын түсіру арқылы сол адамдар жауап берсін, немесе сол адамдар жауап берудің қажеті жоқ деген сияқты. Енді ол өздеріңіздің шеберліктеріңізге байланысты әртүрлі мақсаттарда пайдалануға болады. Мысалы ретінде осындай. Так, енді как мұғалім ретінде сіз қазір мысалы Дәулет мырзаның дауысын естіп тұрмын мен, және Медет мырзаның дауысын естіп тұрмын. Енді 20 оқушы болатын болса, мына жерде гул болады. Яғни біреудің баласы жылап атқан болады, біреудің көршісі қатты сөйлейтін болады, біреудің жаңа терезеге жақын отырып қалған көшенің дыбысы, яғни былайша айтқанда жамырап кетеді, былайша айтқанда. Яғни бір күні кеше біз ата-аналар жиналысы ұйымдастырып өткіздік. Ата-аналар жиналысында примерно бір 30 адамдай қатысты. Енді мұғалімнің бір кемшілігі деп айтпаймын, мұғалім зумды енді үйреніп атқандықтан, ол осы микрофонды өшіріп, қосып, осындай нәрсе істей алмады. Ата-аналардың өздері де енді микрофонды өшіріп қосуға прям ас емес. Сол себептен ана жерде енді тынышталамыз, мен сөйлеймін деп айтады мұғалім, сынып жетекшісі. Біреу сөйлеп қояды, біреудің баласы жылап қояды. Осындай жағдайда мына управлять участникам дегенде мұғалімге осындай бір не берілген, функция берілген, выключить для всех. Опа.
Қазір сіздер сөйлеңіздер, мен естімеймін. Қазір естіп тұрған жоқпын. Енді мен мысалы отырып Медет мырзаның бір баласы туралы бірдеңе талқылағым келіп тұр. Медет неге үй жұмысын істемеді, балаңыз немесе неге осындай нәрсе деген сияқты қылу үшін Медет мырзаның мен микрофонын қосам. Қазір Медет сөйлей алады, Дәулет сөйлей алмайды. Иә, мен өшіріп тастағаннан кейін Медет мырза, мысалы Дәулет мырза, сіз өзіңіз қалап бір қосуға әрекет жасаңызшы. Микрофонды. Мен естімей тұрмын, сол себептен сіздің микрофоныңызды өзім қосайын. Дәулет мырза, не болды микрофонды қосам деген кезде? Көрдіңіздер ма? Иә. Бұл оқушыларды белгілі бір тыныштыққа, тәртіпке әкеп, тыныш отырғыздыру үшін видео қосылып тұрады. Оның себебі оқушы ма, отыр емес болуын көріп тұру үшін. Бірақ жаңа тыныш отырғызу мақсатында біз осындай бір мүмкіншіліктерін пайдаланамыз. Енді мынандай нәрсе бар. Біз екі мұғалім болуы мүмкін бір сыныпта. Қазір Дәулет мырза, мен мұғалім болам, оқушы Медет болады. Так, мен біздің Так, бір минутқа мына вебинардағы әріптестерден сұрақтар келіп жатыр. Вебинардағы әріптестер, сіздер көріп отырсыздар ма? Естіліп отыр ма? Біз тек 3 адам болып отырмайық мына жерде. Иә, дейді Искендер. Қазір сіздерге жасыл идет показ деп. Өте керемет, әріптестер жауап беріп жатыр. Демек, бізді көріп отыр деген, бізді естіп отыр деген сөз. Енді мынандай нәрсені іске асырайық. Қазір мен Дәулет мырзаны мұғалім ретінде өткіземін, өзім оқушыға айналам. Ол үшін мен Дәулетке барып подробный дегенді басамын. Сделать организатором дегенді басам. Изменить организатора на Дәулет Алияскаров дейді. Басамын. Дәулет мырза бізде не болды? Организатор, мұғалім болды. Мен оқушы болып қалдым. Енді Дәулет мырза, сіз мұғалімсіз. Иә, дұрыс айтасыз. Бір конференцияда дұрыс айтасыз, Дәулет мырза. Енді мен сіздің айтқаныңызды қайталап кетейін, өйткені біздің әріптестер менің даусымды ғана естіп отыр, сіздің Дәулет пен сіздің неңізде естімей тұр. Сол үшін не себептен қайталады деп түсінбей қалмаңыздар. Медет мырза, микрофонды қоссаңыз болады. Хотя мен қосамайды екен, мен оқушым ғой. Дәулет мырза мынандай нәрсе айтып өтіп кетті. Бір сабақта, бір конференцияда бір ғана организатор болады. Оқушыларды немесе басқа бір мұғалімдерді, ата-аналарды, басқа бір әріптестерді осы конференцияның участниктерін кез келген организатор қылып ауыстыруға болады. Рахмет, Дәулет мырза, сіз мені қайтадан мұғалім роліне қайтып алып келдіңіз. Медет мырза, сіздің неңізді қосып қойдым. Яғни біз кез келген участникті, мейлі оқушы болсын, ата-ана болсын, оны организаторлыққа қайтып алып келсек болады. Және оқушылар да қайтадан өзіңізді организаторлықты қайтып бере алады. Бір вебинарда екі организатор болмайды. Бір сабақта екі мұғалім болмайды, екі организатор болмайды. Енді ары қарай жалғастырайық. Бұл управление участниками деген сөз сыныпты басқару дегенге келіп теңестірсек болады. Ары қарай бұны мен жабайын. Енді ең маңыздысы демонстрация экрана деген бар. Демонстрация экрана деген сөз бұл біз кез келген
таныстырылым болсын, видео болсын, немесе жаңағы бір қандай да веб-сайттар болсын, осы нәрселерді біз бөлісе аламыз. Қазір мен Дәулет мырза және Медет мырза, сіздерге мен әдебиет деген не деген қазақ тіліге байланысты бір таныстырылыммен бөлісіп жатырмын. Сіздерге көріне бастады ма? Көрініп тұр дейді. Мен бұл жерде келесі слайдтарға ауыстырып жатырмын. Мысалы, қазір бір схема, дүние, жаратылыс, жасалған деген сияқты неге ауыстырдым? Көрініп тұрған шығар, иә? Яғни, әріптестер, вебинардағы әріптестер, міне, қараңыздар. Сіздер арнайы алдын ала дайындаған таныстырылыммен бөліссеңіздер болады. Сабақ барысында. Иә, оны сіз бірінші алдын ала ашып қоясыз. Ол жабық тұрмайды. Ашқаннан кейін демонстрация экраны дегенді басасыздар. Ол экранның астыңғы жағында тұрады. И сол нені таңдайсыз. Презентация болса презентацияны таңдайсыз. Word болса ашық тұрған Word'ты таңдайсыз. Екеуінде бірден көрсете алмайсыз. Сіз не презентация, не Word'ты көрсете аласыз. Сол себептен сіз екеуінде көрсетем деген сабақта көрсетем деген таныстырылымды Word видеоларын бәрін запускать етіп қойыңыз керек. Қазір Дәулет мырза, сізге бір өтініш, бір Word документ па ашып қойсаңыз, қазір мен өзім айтқан кезде сол нені сіз де бөлісе аласыздар. Тек организатор ғана емес. Иә. Өте орынды сұрақ. Оң жақ сол жерде үш батырма бар. Батырманың атауы мен емес, мына түріне қарап білуге болады. Батырма біреу минимум қып түсіріп қою. Міне. Қазір сізде қандай болып тұр? Соның үстіне алып барсаңыз, төбе жағында үш батырма тұр. Свернуть деген сияқты, скрит деген сияқты бар. Ортадағысын бассаңыз, осы 20 адам дедіңіз ғой сіз. Сол 20 адамның кім сөйлеп жатса, соны ғана көрсетіп тұрады. Міне қазір мен солай істедім, Дәулет көрінді. Сіздерге әрине мен көрініп жатыр. Маған Дәулет көрініп жатыр. Медетке Дәулет көрініп жатыр. Дәулетке Медет көрініп жатыр. Сондай сияқты. Кім сөйлесе солар. Минимумға ауыстырып қойсаңыз, о кезде говорит деп тұрады. Кім сөйлесе соның атын шығарып тұрады. Так, әріптестерге түсінікті шығар. Мен суретті алып тастадым. Так, мына жерде вебинарға Алтынбек Ардақ жазыпты, басым қатқан еді, презентацияны қалай көрсетем деп. Енді презентацияны осылай көрсетсеңіз болады. Сәттілік тілеймін сіздерге. Енді бұл презентацияны тек қана көрсетіп қана қоймай, бұның үстінде біз әдетте тақтада бірдеңе көрсетсек, қолымызда мынада ұзын указка тұрады. Ұзын указкамен немесе лазермен жаңа картада бірдеңе тұрған болса, сол картада мысалы Қазақстан мына жерде, мысалы Ресей мына жерде деп көрсетіп жатамыз. Указкамен, лазермен, бірдеңелермен көрсетіп жатамыз, дұрыс па? Бұл жерде де ондай нәрсе бар. Мен презентацияны просто ашып қойдым и все. Просто кәдімгі презентация. Zoom-ға тағы да қайталап атам. Демонстрация экрана дегеннен кейін сіздің компьютеріңізде не іске қосылып тұр? Word па, презентация ма, қандай да бір чаттар ма, WhatsApp па, видео ма, соны өзіңіз таңдайсыз. Қазір сіз, Медет мырза, мен сізге енді бірінші рет болып атқандықтан сізге бір нәрсені ұсыныс ретінде айтып қояйын. Сіз компьютеріңізде не бар? Видеодан басқа, енді видео шамал қату мүмкін әріптестерде интернеттің жылдамдығы. Презентация немесе Word, немесе Excel бірдеңге ашыңызшы просто.
пока Windows пен D-ны басасыз. Ау? Иә, дұрыс айтасыз. Мен қазір Медет мырза бірінші бірдеңе ашып алсын, мен ол кісі бір көрсетем, содан кейін барып, қазір мынандай нәрсе болып тұрды. Медет менің көрсетіп атқанымды сіздер енді ашқан болса, просто жауып қайтадан зумға өтіңіз. Жаппаңыз, просто свернуть етіп қойсаңыз болады, или просто тұра берсін. Зумға қайтып өтіңіз, менің таныстырымды көріп отыруыңыз керек. Немесе менің видеомды. Жаптым мен, жаптым. Жаптым. Енді менде мысалы болады. Ол үшін мына экранның төмен жағында демонстрация деген бар. Соны басасыз да сол Word таңдайсыз. Дәулет Алиаскаров запустил демонстрацию дейді. Біз қазір енді шамал қатып жатыр. Так, Медет мырза тіпті да шығып үлгерді. Міне, сабақты бақылау формасы деген шықты. Иә. Қазір бізде енді Дәулет мырза сіз отырғанмен бізде Медет мырза істен шығып кетті. Медет мырза біздің вебинарымызға қайтып келсеңіз. Так, әріптестер, бір минутқа бізде кім әріптесіміз Медет қазір неден шығып тұр. Медет мырза қазір қайтып оралады деген ойдамын. Медет мырза бізде неде отыр ма екен? Медет мырза, сіз бізді жалпы вебинарда көріп отырсыз ба? Маржан Шалдарбекова өте дұрыс сұрақ қойып отыр. Оқушының жұмысын қалай тексереміз, кері байланыс қалай береміз дейді. Оны мен қазір жолдарын сіздерге түсіндіріп кетем. Бірінші біз мына Медет мырза қайтадан іске қосылады деген ойдамын. Пока Дәулет мырза, сіз остановить показ деп бізден шықсаңыз, біз қайтадан жалғастырсақ. Сіз остановить деу арқылы нені так, Медет мырза. Енді Дәулет мырза шықты. Медет мырза, мені так, мен сіздің дыбысыңызды да қостым. Енді Медет мырза, сізде шығып қайтадан кірдіңіз, ортамызға қош келдіңіз. Так, біздің вебинардағы әріптестер так, уақыт бітті ме дейді. Жоқ, әлі уақыт біткен жоқ. Біз ұйымдастырып өткізіп жатырмыз. Әріптестер, мына вебинардағы әріптестер, менің даусым естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр дейді Алтынбек. ПМФ арқылы өткізе алмасақ, WhatsApp-қа видео сабақты жіберуге болатын шығар, я дейді. Әріптестер, қараңыздар. Қазір кейбір әріптестерде, мына вебинардағы әріптестер, сіздерде қазір шамал қатып жатқан шығар. Мына қазір вебинар бітуімен біз осы вебинардың видеосын сіздерге тастаймыз. Әзірше мүмкіншілігі бар болса,
сабаққа қатысып отырсаңыздар. Медет мырза, сіз видеоңызды өшіріпсіз, көріп отырмын. Ары қарай жалғастырайық. Демонстрация экраны деген астыңғы жағында тұрады. Осыны сізде көріп тұрсыз ба, демонстрация экранын, Медет мырза? Сол бағана балет қазір шықпай қалды. Қазір менде поделиться экраном деген бар. Участники пригласить болды. Так, сделать соорганизатором дедім мен сіздің. Соорганизатор. Енді астында демонстрация экрана деген шығу керек сізде. Жоқ, ондай шықпайды, сол чат бар. Чаттың сол жағында не тұр? Подробнее деген бар. Подробнее деген бар, Управить участниками пригласить болды. Так, қазір онда Дәулет мырза кірсін, ол кісіде қалай тұр, сондықта бір көрейік. Енді бағана осы видеодан шықпай тұрғанда бар тұғын сол. Кісі сұрап тұрған нәрсе. Так, Дәулет мырза, сіздің дыбысыңызды қосайық. Так, кірдіңіз, е? Дәулет мырза, сізде демонстрация экраны деген бар ма? Астыңғы жағында. Бар, е? Қосайын ба? Жоқ, сіз қоспай қойыңыз, мен өзім. Рахмет. Дәулет мырза запустил демонстрацию дейді. Сіз пока қоспай тұрыңыз, мен біздің вебинардағы әріптестерге де түсінікті болу үшін өзім бір көрсетейін. Медет, сіз әрі вебинарда да отырсыз ғой, дұрыс па? Вебинарда сіздің аты фамилияңыз шығып тұр ғой. Вебинарға да кірсеңіз, щоб сізге түсінікті болу үшін. Енді қараңыз, вебинарға кірген әріптестерге де мен тағы да бір қайталап түсіндірейін. Демонстрация деген бар. Демонстрацияны басқан кезде мына жерде не ашылып тұр, соны көрсете алады. Әдеби кезеңдер дейді, мысалы Zoom бағдарламасы, Доска дейді, Skype дейді, Opera дейді. Менде не ашылып тұр, соны көрсете алады. Давайте әдеби кезеңдер деген менде бір таныстырылым бар, соны көрсетейін. Медет мырза, егер мүмкіншілік болмай тұрса, онда мына Zoom-да қатыса беріңіз. Қазір Дәулет, сізге не көрініп тұр ма, таныстырылым? Таныстырылым көрініп тұрса, мына жоғар жағында комментирование деген бар. Ал сіздерде жоғар жағында управление деген болады. Бар ма? Настройки просмотра деген бар. Настройки просмотра, соның ішінде комментировать деген бар. Комментировать деген бар, е? Комментировать дегенді басу арқылы сіз қандайда бір нені былай бояп көрсете аласыз. Ол оқушылардың, мысалы Дәулет мырза, сіз бояңызшы енді. Стрелкам көрінді ма? Жоқ, әлі стрелка көрінген жоқ. Сізге давайте мен дистанционное управление Медет, кешіресіз, Дәулет сізге бердім, сіз басқарсаңыз. Жоқ, қазір енді көрінеді. Дистанционное управление Дәулет қазір. Так, Дәулет мырза, сізде управление сізге. Так, әріптестер, вебинардағы әріптестер, біз қазір қайтадан кіреміз, себебі біздің жаңағы 40 минутымыз бітті. Біз енді 40 минутта мына соңғы көрсететін нәрселерге үлгермей қалдық, себебі Медет мырзада жаңа проблем болып қалды, басқаларда проблем болып қалды. Сол себептен мен қазір мынандай нәрсе жасаймын, қазір вебинарды қайтадан қосам. То есть вебинарды емес, Zoom-ды қайтадан қосам. Так, кірдік па?
Медет мырза, біз сізді көріп тұрған жоқпыз. маған дауысыңыз да шықпай қалды. Енді қалай? Енді шықты. Дәулет мырза, бізді естіп тұрсыз ба? Әріптестер, біздің Zoom көрінді ма сіздерге? Гүлжан әріптесіміз негізі біткен жоқ, әлі болып жатыр. Ары қарай жалғастырайық. Біз соңғы көрсететін нәрселеріміз бар. Давайте былай жасайық, чтоб бізде енді шамал қатып жатқан болуы мүмкін, не болуы мүмкін. Сол себептен демонстрация экрана деу арқылы мен бір көрсетіп өтейін. Тағы да әдеби кезеңдер, совместное использование, одан кейін комментарий деген бар. Комментарий деу арқылы біз осы жерде бір нәрселерді бүйтіп бояп көрсетсек болады. Қазір сіздерге көрініп тұр ма? Қандайда бір стрелкалар қойсақ болады. Стрелкаларды қойсақ болады. Болмаса мынандай отслеживание деген бар. Қазір сіздерге мен мышкам, экранның мышкың аясында қызыл болып тұр ғой, дұрыс па? Келесі нелерге өткізсек, қазір келесі нелерге өткізген кезде мына нелерді очистить деп қояды. Осындай бөлісуге болады. Енді мен мына жерде Дәулет мырза, сізге управлением бердім. Дәулет мырза, сіз бояп жатсыз, дұрыс па? Мен міне екі қолым тұр, Дәулет мырза өзі бояп жатыр. Яғни біз оқушыларға да осылай боятуымызға болады. Бұл бояудың мақсаты, яғни оқушы бірдеңге түсіндіріп жатқан кезде олар осылай Дәулет мырза слайдты ауыстырған кезде ауыстырудың алдын очистить деп тазалап қойғаныңыз дұрыс болады. Себебі бұдан алдын экранға жазғаныңыз мына жерге қалып кетеді. Мышканы да қызыл қылып қойыпсыз, көріп отырмыз. Енді управленияны қайтадан өзіме қайтарып беріңіз. Ол үшін экранның жоғары жағында управленияны маған қайтып беретін. Жоқ, мен сізден өзім ағап тастай алам екен. Мен ап тастадым сізден. Енді Медет мырза, мен жоғары жақта сізге де бір управление берейін. Сіз де бір бояп сызып көріңіз. Так, сізге бердім. Экранның жоғары жағына мышканы алып барсаңыз, управление не шығады? Қазір сіз біздің немізді жылжытып жатсыз. Жоғары жағда комментарий деген бар. Дәулет мырза, оның үшін қайсысын басу керек еді? Управление. Сон басасыз. Комментарий деген бар. Запрос дистанционного управления. Қазір бір минут. Так, ожидание управления вашим экраном Медет дейді. Медет жылжытыңызшы енді. Хотя бы келесі слайдтарға ауыстырыңызшы. Мышканы қимылдатыңызшы. Жоғары жақта автоматически принимать дейді. Енді көріңізші. Управленияның ішіне не шығып тұр? Так, комментарий деген сізде шықпады ма? Так, давайте онда мен прерывать управление Медет дейіндағы. Дәулет мырза, сізге берейінші.
Так, Zoom'да конференциямыз қазір өшіп қосып жатыр. Себебі интернеттің жылдамдығы мен жаңа айттым, біз әсер етеді деп. Бас жағында осындай біз екі жақта отырғандықтан қазір менің интернетім бәлкім төтеп бере алмай жатқан болуы мүмкін. Ол енді табиғи жағдай. Так, дұрыс айтасыз, Ардақ мырза. Оқушыларға өте қызық болатын шығар дейсіз. Қазір біздің Zoom қайтадан іске қосылған кезде біз енді бірнеше Дәулет мырза осы жерден екі жақтан кіріп отыр. Одан кейін мен өзім екі жақтан кіріп отырмын. Бірнеше конференциялар іске қосылғандықтан жаңағындай осындай бір нелер болып жатыр. Шамал интернетіміз қатып жатыр. Енді қазір біздің вебинарымыз, яғни Zoom іске қосылғаннан кейін мен сіздерге тақтаны көрсетем. Сол тақтаны көрсетіп болғаннан кейін ары қарай сіздердің сұрақтарыңызға біз жауап беретін боламыз. Егер осы Zoom-ға байланысты бір қандай да бір сұрақтарыңыз болса, Маржан Шалдарбекова, дұрыс айтасыз, техникалық ақау дейді. Бұл нәрсе енді болуы мүмкін, себебі жаңа айтып кеттім, бұл барлық нәрсе интернетке қатысты. Біз кеше де әрине сіздердің алдарыңызға шығудан алдым, біз Дәулет екеуміз қаланың екі жағынан отырып, әркім өз үйінен отырып шықты. Сол кезде бізде бұндай техникалық обновить дейін 40 минуттан кейін біздің неміз өшті деп шықты. Давайте мен тағы да бір не жасайын. Тағы да жаңа конференция шығарайын, себебі Zoom маған хабарлама жіберді. Zoom-ның айтуы бойынша 40 минутыңыз бітті деп тұр. Сол себептен мына жерде лицензияны обновить етіңіз дейді. Гүлжан апай, сізді эфирге шығам деген екенсіз. Мен сізге рұқсат бердім. Гүлжан мырза, Гүлжан ханым, сіз эфирге шығудағы мақсатыңыз не еді? Енді басқа туралы айтсаңыз екен, Classroom InShot туралы дейді. Маржан мырза, бұл платформаларды әрине біз таныстырылымдарды, енді қазір бізде уже бір сағаттан уже асты. Біз бір сағаттан асқандықтан, қазір біздің вебинарымыз іске қосып жатыр. Дәулет мырза, алдағы уақытта, құдай қаласа, Classroom-та көрсетуге болады. Google Classroom, Kahoot-ты Kahoot деппін, Hangout-ты пайдаланған. Әрине біз осы нәрселерді пайдаланудан алдын, қазір кешіресіздер, мен Дәулет мырзаға өзімнің немді жіберейін. Дәулет мырза, сіз кіре бастадыңыз, мен көріп отырмын. Медет мырза да кірсе жақсы болар еді, бірақ біз ол кісін күтпей попросить включить видео дейді. Дәулет мырза, әріптестер, қазір сіздерге көрінді ма біздің мына неміз? Көрінді дейді Маржан апай. Қазір біз сіздерге осы мына ненің Дәулет мырза, қош келдіңіз тағы да. Ергезегі үшке жейін дейді. Міне үшінші рет қосылып отырсыз. Микрофонды қоссаңыз. Даусыңыз естілді. Әріптестер, сіздерге де көрініп тұрған екен. Мен
Бастайық, ары қарай міне соңғы бір маңызды бір функциясы бар. Сол маңызды бір функциясын көрсетіп кетсем. Демонстрация экрана деген жерде доска сообщений деген бар. И совместное использование. Мына ақ тақта. Дәулет мырза, сізге ақ тақта көрінді ма? Ақ тақта көрінсе тіпті керемет. Біз енді Медет ағай қазір вебинарда отырма, или зумда отырма, қазір мен біліп тұрған жоқпын. Дегенмен ол кісі, мүмкін whiteboard, zoom деп айтылады. Бұл тақтада сіздер қандайда бір, мына кәдімгі тақтада не жазасыздар, соны жазуға болады. Мысал, қандайда бір мысалдар, немесе бір мәтіндер жазуға болады. Кешіресіздер. Медет мырзада міне қосылғанын көріп отырмын. Ол кісі шай ішіп отырған жоқ. Біздің сабағымыз ол кісіге өте қызықты деп ойлаймын. Міне осындай бір нелер бар. Тақтамыз бар. Выбрать деген жерде біз қандайда бір элементтерді таңдай аламыз. Ол элементтерді алып біз жылжыта аламыз. Мысалы, мынаны біз мына жерге қоямыз да, қайтадан Медет мырза, сізге тақта көрініп тұр ма? Давайте былай істейік. Чтобы осындай тақта не қылған кезде, тақтаны қосқан кезде, қазір мен тақтаны өшірейін. Управление участником деген жерде мен остановить видео деп екеуіңіздің видеоңызды өшірем. Видеоңыздың өшірудің себебі интернет жылдамдығын тиімді пайдалану. Бірақ дыбыстарыңыз шығып тұра берсін. Дыбыс қазір қатты әсер етіп жатқан жоқ. Енді мен қайтадан көрсетейін. Демонстрация экраны. Так, Дәулет мырза, сіз тақта көрсеттіңіз ба? Менің жазбам көрінді ма дейді. Я, көрініп тұр. Дәулет мырза. Настройка просмотра деген жерде комментировать деген бар. Медет мырза, сізде қандай осы көрініп тұр ма? Настройка просмотра деген оң жақ ортада үстінде тұр. Настройка просмотра. Бассаңыз не шықты? Комментировать-ты басыңыз. Так, сізде бір панель инструмент шығу керек, инструменттер. Соны, сол жерде любой біреуін алып басып, былай бірдеңелер істеп көріңіз. Сызықтар сызыңыз, бірдеңе жазыңыз, Т дегенді басып. Мысалы, Т дегенді таңдадыңыз, текстті жасап атсыз. Медет мырза, сіз стрелкаларды, ол ана мышканы, енді стрелканы ол арқылы емес, ана бір бұлана линия бар. Линияны таңдау арқылы сіз қазына нені, так, менде комментирі. Линия емес, метканың ішінде стрелка бар, мынандай. И не бар, рисовать дегеннің ішінде де стрелкалар бар. Енді мынандай бір әріптестер, давайте былай істейік. Медет және Дәулет ағай. Екеуіңіз тиіспей тұрыңыздар, жүректеріңізді көрдім. Жас бала сияқты ойнап тастадыңыздар. Қазір мен очистить дейін. Так, әркім очистить всю дегенді бассынша болды. Қазір тақта аппақ болып тұр. Мен біздің вебинардағы әріптестерге осы тақтаны тиімді пайдаланудың бір-екі мысалдарын көрсетейін. Рисоваттың ішінде линия бар. Линия арқылы сіздер қандайда бір нелер сызсаңыздар болады. Ол осындай көрсетеді. Мысалы, мен мынандай бір мысал көрсетейін. Енді
Так, рисоваттың ішінде. Өшіріп тастамасаңыздар, әріптестер. Ой, мына жерде Y, мына жерде X. Енді X, Y-ке тең ба, тең емес па деген сияқты осындай бір нелерді түсіндірсеңіздер болады. Әрине тазалап, осындай тазалап отырғандарыңыз дұрыс болады. Мышка деу арқылы мен осындай. Яғни сіз экранды кәдімгі ақ тақта ретінде пайдаланыңыз. Енді экранға байланысты мен мына бір нәрсені айтып кетейін. Так, давайте. Дәулет мырза, экранды жапсаңыз. Дәулет мырза, экранды жапсаңыз. Енді мен вебинардағы керемет жағдай болса бастауыш керемет екен деді. Жұмыстамыз ғой дейді. Дәулет ағай шоуда отырсыз дейді. Я, дұрыс айтып тұр. Мына жерде біраз әріптестер жазыпты. Әріптестер комментарияға байланысты, ақ тақтаға байланысты мен мына нәрсені айтқым келіп отыр. Әріптестер, бізде әдетте планшет немесе сенсорный экран болады. Планшет пен сенсорный экранда зумды тиімді пайдалану болады. Мысалы, мынандай планшеттегі ручкамен сызып бояп, осындай нелерді істесеңіздер болады. Немесе одан басқа, да, Дәулет мырза, рахмет. Бояп, сызып, ручкамен сызуға, жазуға өте қолайлы. Экранның астыңғы жағында запись деген бар. Осы записті басу арқылы сіз осы сабағыңызды полный записке түсіріп алсаңыз болады. Ол запись вебинар аяқталуымен, сабағыңыз аяқталуымен автоматты түрде видеоға айналдырады. Мен осымен нені аяқтаймын. Завершить конференцию деп, Медет мырза, сіз вебинарға кірсеңіз болады. Завершить конференцию деп конференцияны аяқтаймын. Әріптестер, біз жалпы Дәулет мырза да қазір бізге вебинарымызға кірсем. Так, Алескаров Дәулет. Бізде Дәулет мырза Алтынбайұлы, сізді ведущий жасайық. Дәулет мырзаны біз Дәулет мырза, сізде бір экранда өз Так, әріптестер, вебинарға қайтадан қош келдіңіздер деймін. Дәулет мырзаны да мен іске қостым. Әріптестер, оқытылған сабақ топқа салсаңыздар бола ма дейді. Мен бұл видеоны YouTube-қа жүктеп, сол YouTube-тағы сілтемесімен өзіміздің Instagram парақшамызға shimkent.cpm деген біздің Instagram парақшамыз бар. Одан кейін YouTube-тағы өзіміздің парақшамызға жүктеп, сол YouTube-тағы сілтемені мен де әріптестермен бөлісемін. Дәулет мырзаға да берем, осы сіздерге жазған чатқа өздері бөлісіп жатады. Осымен біздің вебинарымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болатын болса, біз әрине сұрақтарыңызды күтеміз. Қазір Дәулет мырзаға сөз берейін. Менден де жалыққан шығарсыздар. Рахмет, Ділбарат. Әріптестер, баста айтылды. Біздің жұмысымыз практикалық болғаннан кейін кішкене уақытша созылып кетті. 1 сағаттан астам уақыт жұмыс жасадық. Дегенмен сіздер үшін тиімді болды деген ойдамыз. Zoom деген бағдарламаны осы жағдайға байланысты өзімізде 2-3 күн алдын зерттедік, көрдік, жасап көрдік, бірнеше конференция өткізіп көрдік, кішкене функциялар пайдаланып көрдік. Айтқым келген нәрсе, бірден қабылдау, бірден түсіну ол оңай нәрсе емес. Көбірек зерттеу керек, көбірек
сұрау керек, ақтару керек, іштің мүмкіндіктерін көру керек. Сондықтан сіздерге алдағы уақытта қалай жасауға болады, не болады деген кішкене мәлімет бердік деген ойдамыз. Вебинарымыз кішкене ұзақтау болды, кешірім сұраймыз. Практикалық жұмыстар көп болды, көздеріңізше конференция аштық, көздеріңізше жұмыс жасадық. Слайдтарды қалай экранға шығаруға болады, бортты қалай экранға шығаруға болады, жаңа доскамен қалай жұмыс жасауға болады, оқушыларды қалай басқаруға болады, организаторды басқа біреуге қалай ауыстыруға болады деген мәселелерді біз мүмкіндігінше көрсетуге тырыстық. Кішірек көп функцияда жоқ, азғантай ғана функциялар, соларда өздеріңіз алдағы уақытта жұмыс жасасаңыздар, меніңше түсінікті болады. Енді бұның жаңа айттық, видео нұсқасын береміз. Керек кезде қалаған уақытта тоқтатып қойып жүргізіп, өткізіп көрсеңіздер болады. Ділмұрат, сізге де рахмет қолдау көрсеткеніңізге. Мен бұл Zoom бағдарламасы бойынша бірнеше мұғалімдер менен сұрап еді, мен мойындаймын, білмейтін едім. Сөйтіп Ділмұратқа тыныштық бермей, 2-3 күннен бері осылай бір нұсқаулық жүргізейік, видеомен бір шынымен жасап көрсетейік, тыңдаушыларға бір түсінікті болатын шығар деген мақсатпен осы қолдау көрсетуге әрекет жасадық. Сіздерге рахмет, белсенділік танытқандарыңызға. Ары қарап қосымша сұрақтарыңыз болса, біздің Instagram желісіндегі парақшамызға, видеоның астына сұрақтарыңызды қалдырыңыздар. Ділмұрат сол Instagram жүргізіп отырады, сұрақтарыңызға мүмкіндігінше жауап береміз. Рахмет сіздерге, қуаныштымын. Осылай жүздескеніме алдағы уақытта жақсы күндерде жолыққанша. Жоспардан тыс біздің вебинарымыздың үздік қатысушы болған Медет мырзаға арнайы рахметімді айтам. Және қатысқан, сабырлық танып қатысқан әріптестерге де көп рахметімді айтқым келеді. Рахмет, қош сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.